Киіз үй. Киіз үй жайылымнан жайылымға көшіп қонуға өте қолайлы, жеңіл құрама үй. Бұл 3 бөліктен шаңырақ, уық, керегеден тұрады. Киіз үйді әдетте 2-3 адам 1 сағаттың ішінде құра алады. Алдымен керегені орнатады. Керегенің жеке бөліктерін қанаттары деп атайды. Осыдан кейін шаңырақты көтереді. Әдетте шаңырақты үй иесі ер адам көтереді. Сонан соң уықтарды шаншыған. Кейін есігінде орналастырады. Үйдің сүйегі толық құрылғаннан кейін оның сыртын киізбен жабады. Содан кейін киізді арнайы баумен уықтарға байлайды. Киіз үйде үнемі жайлы температура сақталады, оны реттеп отыруға болады. Жазды күні далада 25-27 градусқа дейін жетсе, киіз үйде 17-19 градус сақталып тұрады. Ал қысты күні далада -30-дан -35 градусқа дейін жетсе, киіз үйде қалыпты 5-8 градус сақталып тұрады. Жиһазды қосқанда киіз үйдің жалпы салмағы 300-400 килограммға тең болады.